Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен 23 февральға біздің ер азаматтарымызға арналған осындай шоколадтан жасалған боксты жасап үйренетін боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Ол үшін бізге осындай екі форма қажет. Біреу силиконовый, бұл құрал-саймандар еркектерге арналған. Одан кейін медаль, бұл пластиковый форма болып келеді. Формаларды міндетті түрде жуып, жақсылап кептіріп, этил спиртімен сүртіп шығыңыздар. Сол кезде шоколадтарыңыз жылтыр және әдемі болып қататын болады. Міндетті түрде формада су қалмасын. Содан кейін бізге темперированный шоколад қажет, және де мынандай дробленый арахис қажет. Бұл арахисті міндетті түрде жуып және қуырып алыңыздар. Ол туралы видео менің каналымда бар. Ал енді бастаймыз. Темперированный шоколадты осындай кондитерский мешокқа құйып алып, ұшын қатты үлкен емес қылдырып қиып алыңыздар. Шоколадты темперировать етудің видеосы менің каналымда бар, екі техникасы. Соны қарап шықсаңыздар болады. Осылай жайлап барлық бұрыш-бұрышына құйып шығасыздар шоколадты. Әр сайманды құйғаннан кейін міндетті түрде силиконовый форманы столға ұрғылап жіберіңіздер. Сол кезде шоколад бір қалыпты болып, барлық бұрыштарына кіріп, ортасындағы, арасындағы ауалар шығып кететін болады. Шоколадты құйып болғаннан кейін осылайынан жақсылап тұрып, столдың үстіне ұрғылап жіберіңіздер. Сол кезде арасындағы артық ауа шығатын болады. Одан кейін мынау медальға құямыз. Бұл медальдің ойықтары бар, яғни жазулары. Сол ең бірінші сол ойықтарына шоколадты құйып шығамыз. Ойықтарына құйып шыққаннан кейін столға жақсылап тұрып ұрғылап жібереміз. Сол кезде шоколад толығымен бір қалыпты болып, жаңағы ойықтардың ішіне құйылатын болады. Және қатып шыққан кезде де шоколадымыз әдемі бір қалыпты болып қататын болады. Содан кейін барып, екінші слоймен үстінен қалған шоколадымызды құямыз. Шамамен осы формаға менде 30 граммдай шоколад кетті. Толығымен осы қалыпты толтырып құям десеңіздер де болады, бірақ ол кезде өте қалың шоколад болып шығатын болады. Ол кезде 50 граммнан артық шоколад шығады. Сондықтан да маған ондай қалың медаль кері жоқ болғандықтан мен 30 грамм қылдырып қана құйып шығамын. Формаларға шоколадымызды құйып болғаннан кейін жаңағы дробленый арахисімізді салып шығамыз. Арахисті міндетті түрде жуып, содан кейін қуырып алыңыздар. Сол кезде өте ароматный және де дәмді, қытырлақ болып шығатын болады. Осы артына арахисті сеуіп шығамыз. Өз қалауларыңыз болса, кешью немесе грецкий орех, басқа да орехтарды осылай ұнтақтап салып шықсаңыз болады. Орехты толығымен салып болғаннан кейін осылай форманы жай-жайдан столдың үстіне ұрғылап жіберіңіз. Сол кезде орехіңіз шоколадтың ішіне кішкене батыңқырап кіреді де, кепкеннен кейін тез түсіп қалмайтын болады. Енді мына формамызға да салып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз болса, жаңғақты, бөлмей-ақта осының артына әдемілеп салып шықтысаңыздар болады. Молочный шоколадпен жалпы жаңғақтар, әртүрлі жаңғақтардың үйлесімі, дәм үйлесімі өте күшті болып шығады. Сондықтан да эксперимент жасап, барлық орехтарды қосып көріңіздер. Осылай ұрғылап жібереміз. Сол кезде орехіміз шоколадтың ішіне батыңқырап, әдемі әрі түспейтін болып шығады.
Содан кейін шоколадымыз дайын болғаннан кейін холодильникке кристалдануға, яғни қатыруға сала тұрамыз. Шамамен 1-2 сағаттың ішінде шоколад толығымен қататын болады. Шоколадымыз холодильниктен шықты. Міне бір қалыпты болып қатып, әдемі болып шықты. Енді формадан босатып алып шығамыз. Ол үшін бізге осындай фольга, немесе салфетка, немесе силиконовый коврик керек. Осылай форманың үстінен кішкене басыңқырап жүрсеңіздер, оп-оңай шығатын болады. Дұрыс темперировать етілген шоколад формадан оңай әрі тез шығады. Осыны ұмытпаңыздар. Енді силиконовый формадан шоколадты алғанда өте абай болыңыздар. Қолдарыңызға перчатканы міндетті түрде киіңіздер, себебі шоколадты қолмен ұстағанда көп ұстап тұрсаңыздар, ол еріп кетуі мүмкін. Ең біріншіден осылай шоколадтың жан-жағын босатып аламыз. Асықпаңыздар, бірден шоколадты алып шығамын деп асығып шоколадты сындырып алуларыңыз мүмкін. Сондықтан да осылай жайлап силиконды шоколадтан ажыратамыз. Барлық сайманды солайынан жай-жайдан ажыратып шығамыз. Содан кейін барлығын ажыратқаннан кейін барып ақырындап босатып алып шығатын боламыз. Алып шыққанда ең бірінші оңай сайманнан бастап алып шығыңыздар. Мысалға мынау отвертка бір қалыпты, мынандай ешқандай бугороктары жоқ, оңай алынады. Сондықтан да мен бұны бірден босатқаннан кейін алып шыға беремін. Жан-жағын толығымен босатқаннан кейін барып шоколад өзінен өзі босап шыға береді. Міне көрдіңіздер ме? Жылтыр, бір қалыпты болып, әдемі болып шықты. Енді басқа саймандарды ажырататын боламыз. Бұл формада ең қиыны бұл плоскогубцы. Сынғыш болып келеді. Мен бірнеше рет сындырып алған болатын, сондықтан да өте абай болып алып шығыңыздар. Міне біздің шоколадтарымыздың барлығын формалардан босатып алып шықтық. Өте әдемі, бір қалыпты жылтыр болып қатты. Енді бұларды осы қалпында коробкаларға салып, бокс қылып жинай берсеңіздер болады. Бірақ мен бұларды осында пищевой кондуринмен, яғни блеск деп айтамыз, бояп шыққанды ұнатамын. Сол кезде коробкада әдемі тартымды болып тұрады. Бұл пищевой кондурин, бұның ешқандай зияны жоқ, өте жұқа слойда жағылатын болғандықтан адамдарға шоколадқа жағып беруге болады. Ешқандай зияны жоқ, себебі бұл пищевой. Осындай кисточкамен азғана мөлшерде алып жағып шығамыз. Кондуринді да кисточканы да мен кондитерский магазиннен алған болатынмын. Сол жерде түр-түрімен бар. Қызыл, көк, советский саймандар ретінде бояйым десеңіздер болады. Өз фантазияларыңызды қосып жасай берулеріңізге болады. Бояп шыққаннан кейін мен шоколадтарды осындай ақ коробкаларға салып жинап қойдым. Әдемілеп жан-жақтарына осылай орех сеуіп қойсаңыздар да болады. Өте әдемі әрі тартымды болып шығады коробкалар. Сондықтан да өз фантазияларыңызды қосыңыздар. 23 февральға таптырмайтын сыйлық. Тек қана 23 февраль емес, туған күндерге де, 7 майда да жігіттерге, ер азаматтарымызға жасап сыйлауымызға болады. Енді мен сіздерге қазір бантик қып орап, әдемілеудің техникасын көрсетіп жіберейін.
Осымен ер азаматтарымызға арналған боксымыз дайын, өте әдемі, тартымды, ерекше болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ер азаматтарыңызды қуантыңыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып өтіңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Егер де видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен әртүрлі ерекше шоколадтан жасалатын сыйлықтарды жасап үйренетін боламыз. Назар аударып қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.